Сәлем, қалайсыңдар? Мен бүгін жатып пысықтығымыздап осындай холодильниктен 2 жұмыртқа, сметана, сгущенканы алып, үшеуін бір ыдысқа салып, араластырып бір масса қылдым да, қопсытқышты ұнға қосып араластырып, оның үстіне ұнды салып, бір масса қылып илеп алдым. Осындай тесто болып шықты. Қолдарыңызға жабысатын болса, ұн сеуіп жесеңіздер болады. Одан кейін мен осылайдан 7 бөлшекке бөліп алдым. Одан кейін менің сковородкам кішкентай болғаннан кейін тарелканың мөлшерімен жайып, осындай бөлшекте домалақ. Осылайынан менде коржықтарым дайын болды. Енді сковородкамды қыздыртып, сковородкама салып, крышкаға жауып, осылайынан коржықтарымды пісіріп алдым. Енді коржықтарымызды жинайтын боламыз. Оған мен сметана мен сгущенканы алып, коржықтарға жағып, осылай жинап алдым. Бұнымен қоймай шабыт деген тоқтар емес қой. Онымен қоймай оливья салатын жасап жібергенсің ғой. Ойлап отқан шығарсыздар, Новый годта жасайтын салат неге жасап жатырсың деп. Өйткені бізде балалар жақсы көреді, папамыз жақсы көреді. Онымен қой деп осылайынан оливья салатын жасап, кешкі асқа қамыданып, кешкі асқа осылайынан тортымыз да, салатымыз да дайын болды. Бізге ас болсын.